Сәлем достар, жын мен пері осы өмірде бар ма деген сұрақты бәріміз өмірде бір рет өз өзімізге қойғанбыз. Және бұл жайлы біз өте көп аңыздар мен әртүрлі әңгімелерді ата-әжемізден естігенбіз. Біз осы нәрсемен жолығып қалғанда ғана оның бар екенін сезінеміз. Менде де сондай бір жағдайлар болған. Осы жындар қалай өмір сүреді, қайда өмір сүретінін біз білмей жатамыз. Жындар түтінсіз оттан жаратылған тіршілік иелері. Олар көбінесе лас, қоқысты жерлерде өмір сүреді. Және де жуылмаған ыдыс, таза емес үйлерде өмір сүреді. Және де ремонт жасалмаған жерлерде де өмір сүреді. Мысалға, менің басымнан сондай ремонт жасалмаған біздің үйіміз болатын. Сол үйде болған оқыс жағдайдан кейін мен оған сенімдімін. Және де жындар мен шайтандар кладовкаларда да өмір сүреді. Себебі біз ол жақты ашып, жауып көп кіре бермейміз. Және ол бөлмеге жарық аз түседі. Және сол жақта өмір сүреді. Ата-анамның 2 бөлмелі үйі болатын. Ол жақта менің әпкем тұратын. Және әпкем түнімен белгісіз аяқ дыбыстарын түнімен ұйықтамай қорқатындықтан мені 7-ші сыныпта әпкемнің қасына ауыстырды. Ол жақта әпкемнің қасына ауысып оқи бастағанында мен түнімен әртүрлі Корей дорамаларын көретін болдым. Интернет жақсы ұстағандықтан. Содан кейін сабаққа азанда баратынмын, ұйықтамай, көп емес, бірақ кейде солай баратынмын. Солай күндердің бір күні солай ұйықтамай барамын. Сабақтан келе салып ұйқыға жатамын, киімдерімді қойып, ауыстырып. Бірақ мен киімдерімді жинамай ұйықтап қаламын. Ұйықтап жатқанымда мен түс көремін. Түсімде әжетханаға баратын жолға барамын. Сол үйімнің бөлмелерін көремін. Әжетханаға бара жатқанда әжетханаға қарама-қарсы бір айна тұрады. Бірақ біздің үйде ондай қарама-қарсы әжетханаға айна жоқ. Бірақ мен түсімде сол айнаны көремін да, бізде бұндай айна бар ма еді деп қараймын. Қараған кезде айнадан мен өзімді көрмеймін. Ол жақтан айнадан бір әйел жүгіріп келе жатады. Шашы май-май, қатты қорқынышты дауыспен айғайлап жүгіріп келе жатады. Мен қандай әйел екенін көрейін деп қарап тұрамын айнаға. Содан кейін ол әйел жақындап қатты мені шошытып жібереді. Одан кейін мен шошып оянған кезде қимылдай алмай қысылып жатқанымды байқаймын. Даусым шықпайды, тілім кәлимаға келмейді. Одан кейін мен кәлиманы айтуға тырысамын, бірақ мен көзімді ашсам, мен жерде емес, төбедегі дуалға жақындап тұр екенмін. Сол кезде мен артыма қарауға тырыстым. Артында түтінді бір үлкен еркектің сұлбасы болды. Еркек әйел ажырата алмадым енді, бірақ үлкен түтіннен жасалған бірдеме тұрды, бір мақұлық тұрды. Оны байқағаннан кейін мен өте қатты қорқып кеттім. Тезірек кәлимамды айта бердім. Ол мақұлық маған сол кәлиманы қайтадан өзіме қайтарып оқыған кезде мен одан сайын қорқып, жүрегім жарылып кетейін деді. Мен содан бастап олар кәлиманы да, Құранды да менен жақсы білетінін, және адамдардан өте жақсы білетінін білдім сол жағдайдан кейін. Солай кәлиманы айта бергенімде примерно бір сағаттай болғандай болып көрінді маған. Мүмкін 5 минут, мүмкін 10 минут болдым мен сондай жағдайда. Кәлиманы тоқтамай оқи бердім. Фатиха сүресін оқыдым. Содан кейін мен пәске түстім. Түскен кезде өзімді сездім, түскенімді, төсекті бәрін. Сол кезде артыма қарауға қатты қорықтым. Одан кейін көзімді жұмған күйі, киімімді ауыстырмай үй киіммен далаға қарай шығып кеттім. Әпкем келгенше далада күтіп отырдым. Кешке дейін үйге кіруге мүлдем жүрегім даулаған жоқ. Содан кейін сол жынды мен кладовкаға кіргенін де байқап қалдым.
Сол себепті менің ойымда всегда кладовкалар болса, значит оның ішінде таза болмаса немесе қараңғы болса, ол жақта уже сондай мақұлықтар өмір сүруі мүмкін деген сөз пайда болды да менде. Содан кейін менде сондай кладовкаларға деген фобия пайда болды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Кладовкаларда жын, шайтан дегендер өмір сүретініне сенесіздер ме? Және киімдерді жинап қоюды ұмытпаңыздар. Бұл менің басымнан өткен жағдай. Сіздер де өз бастарыңыздан өткен жағдаймен бөлісе кетіңіздер. Және подписка жасап лайк басуды ұмытпаңыздар.